Қысқасы айтқанда Black-Russia'да бір кедок аккаунтымды ұрлап кетті. Мен негізі Тамбов серверінде путь перекупа түсірейін деп жатқам, алайда арада уже 1 сағат өтті, анау не маған жазған жоқ, не аккаунтыма битіп кірдім күштеген деген жоқ. Мен 1 сағаттан аккаунтыма кіріп қарасам, қарандар мен аккаунтымда әлі ойнап отыр. Қарандар мен аған жаз жіберіп едім, маған что-то бір голосовой жіберіп жатыр. Брат, бұл ренжіме, сен аккаунтым екі, мен сені қалап кеттім. Досым жігіттер, бағана мен хакер досым айтқан болатын, что бала Арбатта отыр деп. Ал мен торговый центр Мартта жүрмін. Мартта отырмын, енді қасымда бағанағы бала отыр. Ассалаумағалейкум жігіттер, сенімен бірге әдеттегі деме Мансұр. Бүгінгі видеоның тақырыбына немесе превьюдан көргендеріндей, біз бүгін перекупщиктің жолын түсіретін боламыз. Өздерің көріп тұрғандарындай, менің қалтамда ровно 98 000 рублей тұр. Мен қазір осы 98 000 рублеймен авторыныққа барып, осы перекупщиктің жолы біткенше каким-то образом 1 миллионнан асыруым керек, яғни балигімді. Сонымен ал сендерден видео бастамастан бұрын мен сұрайтыным каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басу және де жылы комментарий жазып кету. Алдыңғы видеода мен конкурс жасаған болатынмын, сол конкурсты ұтып алған бала мынау. Если что, мен телеграм каналыма жазда, смело ақшанды алып кет. Ал ой болса, біз пока что авторыныққа осы апрелға мініп алып барып алайық. Ал сендер видеоны ары қарай авторынықта көретін боласыңдар. Ал ой болса, біз авторыныққа кеттік, давайте. В общем, жігіттер, мен авторыныққа жақындап қалған болатымын. Қазір менде бағана өздерің көргендердей 98 000 рублей етін, ал қазір уже менің балигім 96 000, өйткені апреланы алдым ғой. Енді менде бір ой болып тұр, давайте осы балигімізді ровно 100 000 қылып алайық, 4 Black Coin'ді ауыстырамыз, и бізде қалтамызда ровно 100 000 рублей. Наяқта Тамбовта прям адам көп екен авторынықта. Енді перекупщикқа бір нормальный болады деп ойлаймын, путіміз. Бүкілі пайди далада сатып жатыр ғой деймін. Қазір мен ішіне кіріп көрейін, наяқта машиналар бізде сатылып жатыр ма. Низкий класста 13 машина бар екен, но сыртта сонда қандай машиналар тұр бізде наяқта? Походу бұяқта уже высокий класс пен средний класстың машиналар ғой деймін. Мынаны қарасаңдаршы, жігіттер, осы путімізді жалғастырып жатқанда осындай бір ламбомен де может быть кездесетін боламыз әлі де. Мынау походу новыйда машина, қараңдар, Еркош мажорик дейді. Наяқта тағы да мынандай машиналар бар екен, акулалар тұр. Гелик дейді наяқта. Ахметтің 4 бананы тұр ғой, жоқ, даже 5-еу тұр, прикиньте жігіттер. Өзіме балигіма қарап бір машина таппадым. Давайте онда біз қазір низкий классқа тез кіріп, қандай машиналар бар екенін көрейік. Ана жерде бізге Black Pass'тан бір-бірлер беріп жатыр, бұл бізге керек емес. Давайте наяқта мен қазір машиналарды көріп тұрмын. Ана жақта 14 жүр, ана жақта қандай машиналар жүр, 14-ға да жетпейді. Наяқта мынандай ваздар бар, гольф бар. Бұл ваз бізде қанша деп тұр екен? Давайте сұрап көрейік. Сколько? Қаншаға сатасың? Давайте айт. Никнейл. Комфорт нитро выхлоп. Сікілдеді ошын бізге жіктер. Наяқта, бізде наяқта тоже мынандай бір ваз тұр екен. Давай сколько? Давайте Овнер отан айт. Овер отан 500 фу. Жіктер, мен походу балигімді дұрыс таңдамадым ғой деймін осы сатып алғанға. Наяқта бізде білмеймін қандай машина алатынын. Наяқта мынау не істеп тұр өзі? Ислам Ревенж дейді. Ислам Ревенж. Походу момент біліп едім, осы мен бір подписчигім кездесіп қалатынымды, еба қазына дейді. Жіктер, бұрында кім біледі, кім білмейді, мен тикток түсірген болатым. Ошым қазына деген никпен, именно бізде подписчигіміз бізді танып тұр. Чо там деп жазыр егенде, подписчик как-никак игнор етуге болмайды өздерін білетіндей. Қалайсың қазына дейді. Жақсы, өзің қалайсың. Жазырик тоже. Бізде ислам жақсы еба дейді. Жігіттер, бұл приятно вообще бар ғой, негізі өзінің подписчигінді осы ойнайтын серверде көріп қалсан. Жігіттер, біздің подписчигімізді ойындан шығар жерді ойдым. Қайттан кірді ма? На паузе жоқ, ойында екен. Давайте. Енді подписчигімізбен, білмеймін, бізге мешать етіп отыр негізі путь түсіруге. Давайте пока подписчик болғанша осы видеоны, то есть подписчигімізден пока что сөйлесе тұрайық. Давайте рука алшы дейді, давайте тастайық болған руканы. Как-никак. Блин, давайте. В общем, жігіттер, мен наған, подписчигіме пока деп айта салайын, и все, дальше путімізді жалғастыра берейік. Қазір бір деп жазып жатыр. Давайте, қазына ана жаққа жүрш дейді. Мейлі жүрш ал, кеттік, қақа барасын, өтінем деп сұрап тұрған айын, давайте артынан енді барайық. Чота анау жігіттер мені бір жерге апар бір айтықсы кеп тұр ғой деймін. Чота ислам, не айтасын, айта берші ал. Ислам Ревенж дейді. Қазына WhatsApp номеріне берші. Не үшін мен WhatsApp номерім керек? Не үшін керек? Өтінем дейді. Не үшін керек? Не үшін саған керек WhatsApp номерім?
бір нәрсе айтамын дейді. Чота қызық болып барады, но давайте берсек бере салайық, маған ары қарай пультімді тез түсіру керек. Давай, менің WhatsApp номерім. Все, брат, мен кеттім, давай, в общем. Өздерің түсінгенде негізі бұл видео бізде пульт перекупа болатын, но какой-то подписчигім келіп, бұл видео мүлде басқаға айналып кетті. Ал ой болса, видеоны ары қарай көре беріңдер. Мен негізінен өзімнің пультімді дальше түсіріп жатқан болатынмын, но маған біреу WhatsApp-тан видеозвонокпен не аудиозвонокпен звондап қоймағаннан кейін өйстіп месседж ете берді, и кіріп қарасам біреу қазына дейді. Ал брат деп сұрасам, бағанағы рыноктағы менің подписчигім екен. Екеуміз өйстіп перепискада сөйлесіп отқан кезде бір кезде менің аккаунтымдағы, яғни Тамбовтағы аккаунтымның имушкасы қанша деп сұрап тұр. И мен бұған сұрағына мән бермей, примерно имушкам 20 және 30 миллион арасында деп сразу жауап бере салдым. И бір кезде ол маған аккаунтымды сатасың ба деп сұрайды. Сосын мен жоқ брат сатпаймын деп жауап бердім, но бір кішкене уақыттан кейін маған прям қанша қалатыны қызық болып кетіп, өйстіп жазып жіберген болатынмын. И прикиньте, айтып тұрған суммасын қарасаңдаршы, 40 мыңға аламын дейді. Ондай сумманы естіп шок болғаннан кейін мен оған аккаунтымды сразу сатам дедім. И сатам деген кезде менде ол имушкан точно 40 лямба деп сұрағаннан кейін артынан маған сенбей тұрғанын біліп, аккаунтымның паролін жазып жібердім. И арада уже 1 сағат өтті, анау не маған жазған жоқ, не аккаунтыма бүйтіп кірдім күшті екен деген жоқ. И мен 1 сағаттан аккаунтыма кіріп қарасам, қараңдар, мен аккаунтымда әлі ойнап отыр. Нан қараңдар, мен аған жазып жіберіп едім, маған что-то бір голосовой жүріп жатыр. брат, бұл ренжіме, сен аккаунтым екі, мен сені қалап кеттім. В общем, жігіттер, болды, мен аккаунтымнан айырылып қалдым. Бірақ та жігіттер, мен бұның бәрін просто так қалдырмайтын боламын. Қазір мен хакер досыма жазып, бұның тугисін узнавать етіп алатын боламыз. В общем, жігіттер, бағана мен хакер досым айтқан болатын, что бала Арбатта отыр деп. Ал мен торговый центр Мартта жүрмін. Енді қазір соған баратын боламыз. Мен қарсыңыз жігіттер, мен Мартта отырмын, и қасымда бағанағы бала отыр. Примерно ол 3-ші этажда қойды, мен қазір 2-ші этажда жүрмін. И мен бұл балаға шанс берейін деп 2-ші рет қайтадан сұраған едім, маған өйстіп ответ беріп отыр. В общем, жігіттер, өздерің көрдіңдер оны қақта отқан, аяқта как раз бір бала отыршы, мен ойымша сол қазір соған барып көрсететін боламын сендер. Жігіттер, дальше бұл бала өзінің ағаларын шақырып бір проблема болып кетті. Мен қалғанын барлығын телеграмға салатын боламын, өйткені ютубқа салсам, ол мені видеома бомбертсау мүмкін. Так что описанияда тұрған телеграм каналға өтті, жалғасын көре аласың. Всем удачи, давайте.